көп ұзамай Ақпанның жары Айша сырқаттанып, бақилыққа аттанады. Осыдан кейін Ақпан батыр үлкен ақсақалдар мен ағаларының ұйғаруымен Жаппас ауылының қызы Алтын есімді аруға үйленеді. Алтын арудан Қармыс, Сармыс атты екі ұлды болады. Шежіреге көз жүгіртер болсақ, Ақпаннан тек қана қара күшігінен ұрпақ тараған. Көнегөз қарияларымыздың айтуынша Ақпан батыр қайтыс болғаннан кейін Алтын анамыз төркін жұрты Жаппас ауылына барады. Жаппас елмен қатар көшіп жүріп, өсіп өнген көрінеді. Шежіреде 12 ата байұлының 13-ші Алтын Жаппас руы болып жүрген осы Ақпан ұлдары Қармыс пен Сармыстың ұрпақтары деседі. Ақпан батыр 1600 жылдары Хиуа ханы Хажымның басқа да салықтарына қоса қыз салығына келіспей билегендегі елді құтқару үшін және батыстағы 4 аймағымыздағы еділ қалмағынан босату үшін Хорезмнің ойынан 500 үй алшын кеншін ұрпақтарын бастап Маңғыстау түбегіне келгендігі айтылған. Үстіртте 4 түлігін төлдетіп, Сам шағырлы Тасастау қайнар арасындағы шамамен 2300 жыл бұрынғы Сақ обасы төбенің іргесін айнала қоныстанғаны және осы үйік Ақпан атамыздың құрметіне Ақпан үйігі деп аталған. Әрі қарай Қарт Каспийді жағалай Жем Сағызға бет алып, 6 ата әлім, 7 ру, 12 ата байұлы, 8 арыс адай батырларымыз ауызбіршілікте Ақпан батырдың бастамасымен Еділ жайық арасын Қобда, Ырғыз жерлерін қалмақтардан азат етіп, елді қоныстандырған.